Балалар, бүгінгі ұйымдастырған іс-әрекетімізді бастамас бұрын, сендермен Жанауға саяхатқа шыққым келіп тұр. Дайынсыңдар ма? Я, дайынбыз. Олай болса, ал кеттік. Ал балалар, қараңдар, біз жайлауға да келіп қалдық. Балалар, мына жерде біз не көріп тұрмыз? Жануарлары. Өте жақсы, жарайсыңдар, дұрыс айтасыңдар. Ал балалар, осы үй жануары міне түйенің төлі не екен? Бұта. Дұрыс айтасың. Ал мынау не? Жылқы. Жылқының төлі? Құлынша. Ал мынау не балалар? Сиыр. Сиырдың төлі не екен? Аха. Ал мынау не? Ешкі. Ешкінің төлі? Лақ. Дұрыс айтасың. Ал мынау не екен? Қой. Қойдың төлі? Қосаққа. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ал балалар, осы жайлауда көрген үй жануарларына арналған тапсырмаларды мен сендерге топта дайындап қойдым. Жүріңдер балалар. Ал балалар, мына жерге қарайықшы. Мына жерде үй жануарлары мен орман жануарлары араласып кетіпті. Осы жануарларды өз мекендеріне орналастыру керек екен. Ал балалар, көгілдір экранға назар аударайық. Мына жерде үй жануарлары берілген. Осы үй жануарларын біз қалай шақырады екенбіз? Соны табуымыз керек. Ал Хақназар, айта қойшы, қырау деп біз қандай жануарды шақырамыз? Жылқы жануарын шақырамыз, ал келіп көрсете ғой мына жерге. Дұрыс. Көз деп біз қандай жануарды шақырамыз? Көз деп түйені шақырамыз. Дұрыс айтасың. Баса ғой. Дұрыс, жарайсың. Мына жерде үй жануарлары берілген, және де сандар. Сол сандарға орай біз осы үй жануарларын орналастыруымыз керек. Бірінші сандарды санап шығайық балалар. Кәнеки. 1, 2, 3, 4, 5. Жақсы, ал енді кері санаймыз. 5, 4, 2, 1. Жақсы, ал кеттік онда, орналастырайық. Жақсы, Бекзат аяқтады. Өте жақсы. Ал Исмаил, айта қойшы, сен неше түйе орналастырдың? Өте жақсы. Маған айта қойшы, сен мына жерге неше жылқы орналастырдың? Өте жақсы. Енді жартылай шеңберге тұрып, сергіту сәтін орындайық. Қолымыз белге. Бота төлі түйенің. Ұлын төлі түйенің. Қой баласы қозы қой. Бұзау төлі сиырдың. Оны жақсы білемін. Бәрін жақсы көремін. Балалар, біз шығармашылық орталығына да келіп қалдық. Он жақтағы балалар гуашьпен алдымызда тұрған төлдерді бояйды. Ал сол жақтағы балалар мына қойларға ақ мақталарды жабыстырады. Қараңдар, Айнуша, аяқтап. Өте жақсы. Исмаил, не боядың? Мен бұзау боядым. Өте жақсы. Латифа, сен нені боядың? Мен лақ боядым. Лақты бояпты. Қараңдар балалар. Балалар, мына жерде не көріп тұрмыз? Иә, үй жануарларын көріп тұрмыз. Ал Исмаил, маған айта қойшы, осы үй жануарлары туралы не білесің? Қой атасы шопан ата, жылқы атасы қамбар ата, түйе атасы ойсыл қара, Сиыр атасы, зеңгі баба, ешкі атасы сексек ата. Осы тағы да үй жануарларына мақал-мәтелдер бар екен. Ал Бекзат, сен қандай мақал білесің? Айта қойшы. Жылқы жеті қазынаның бірі. Дұрыс айтасың. Латифа, айта қой. Сиырдың сүті төлінде. Ал балалар, бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетке тамаша қатыстыңдар. Жарайсыңдар балалар. Сендерге көп рахмет.